Қайран қазағым ай. Айтты сөйтіп ойламадыңдар ау. Айтты тойламадыңдар ау. Киіз үй тігіп, қазан ошақ қойып, адамдарды жинап, қайдағы бір парсының отқа табынушы, күнге табынушылардың мейрамы болған Наурызды сөйтіп тойлаватсың. Қазақтың мейрамы деп қояды. Қазақта ешқандай ондай мейрам болмаған. Ол парсылардан, отқа табынушылардан келген мейрам. Наурыз деген сөздің өзі қазақтың сөзі емес. Ол деген парсының сөзі, жаңа күн деген сөз. Енді ода отырған не бар, анау мынау дейсіңдер ғой енді. Біз айтамыз, мұсылман болсаң егер Аллаға иман келтірген, оның елшісіне иман келтірген болсаң, саған тойлауға болмайды ол Наурызды. Егер мен мұсылман емеспін десең, онда саған қатысы жоқ бұл әңгіменің. Наурыз тойлайсың ба, дин тойлайсың ба, өзің білесің оны. Егер мұсылманмын десең, альхамдулилля, мен жәннатқа сенем, тозаққа сенем, Аллаға сенем, пайғамбарға сенем, жүрегімде иман бар десең, бұл мерекелер тойлауға болмайды. Бұл айтқанда екі айт мейрамынан басқа, ораза айт, құрбан айттан басқа ешқандай мейрамды, ол мемлекеттік мейрам болсын, ол халықаралық мейрам болсын, ол басқа бір діни мейрам болсын, ешқандай мейрам тойлауға болмайды мұсылман. Мән тәшәббәһә биқаумин фахуа минһум деген. Кім қандай бір қауымға еліктесе солардан деген. Және пайғамбарымыз айтқан, сендер дейді, өздеріңнен бір ілгерілерге, өздеріңнен бұрынғыларға елік кетесіңдер деген. Қарыс па қарыс ізінен қалмай еліктейсіңдер деген. Сонда сахабалар сұраған, Алланың елшісі, сіз римдіктерменен парсыларды айтып тұрсыз ба деген. Фәмән деген, одан басқа кім деген. Римдіктер деген еуропалықтар, орыс кіреді оған ішіне. Орыс, ағылшын, олардың мейрамдарын тойлап жатыр, олардың дәстүрлерін ұлықтап жатыр. Парсы, кәдімгі парсы. Олардың мейрамы болған Наурыз кезінде солардың мәдениеті әсер еткен мұсылман халықтарының көбісіне.